Ал құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Қал жағдайларыңыз қалай? Мен мына жерде бір нәрсе көрсете кетейін деп едім. Мына жерді бәріміз жүйелеп каст етіп бітіріп қойғанбыз. Электричествосы алдын ала жүріп қойған бұл потолокта. Біз потолок ішкі ремонт жасап жатырмыз. Бұған енді қосымша мына жерде диодтарға біз 2 провода тастадық. И мына жерде 2 ақ включатель тұр. Мынау 2-еулік қылып жасаған, мынаны 1-еулік қылып жасаған. Сонда біз 2-еу қостық. И мына арқаға тағы 1-еу қостық. Сонда общий 5 включатель болу керек мына жерде. Енді мына бітіп атқан жұмыс. Электрикті шақырсаң қазір келмейді. Бәрін қопарады. Сол себепті қалай жасаймыз осындай жағдайда. Міне мына жерде мынау розетка, біреуі, бірінші, екінші, 1-еулік включатель болған. Мынау 2-еулік включатель болған, 3 сым шығып тұрған. Енді біз бір-біріне перемешке береміз. Мына ақсым мен бердік қой. Осы сияқты. Мынаған да беремін қазір. И розеткіден плюсовойды аламыз. Мен негізі электрик емеспін, бірақ барлығын түсінемін. Мынау розетканың питаниясынан аламыз. Главныйын бәрін осыған жібереміз осылай. Сонда мына жерге 5 включатель орнатамыз. Міне камера ұстау маған қиын болып жатыр, сонда да көрсетейін. Осындай сверломен обычный бір-біріне тесеміз. И мынау сияқты өткізе саламыз тоқты. Міне өткізіп қойдым. Бұл жерде көрінемін. 2-де 2,5-нан кем болмау керексің. Өйткені главный барлық 5 светкеде 5 включательге питание беріп тұратын осы. Енді бұл жерде розетканың плюсовойын тауып алым керек. И плюсовойды бәріне осылай өткіземін. Сосын мұнаның біреу плюсовой. Бұны төбеден мына жақтан ажырат бастайын. Газ төбе жағын көрсетем. Мына жерде тоқты табу үшін мынандай тестер керек. 750-ге қоямыз. Міне мынаның көгі плюс па, или серый плюс па, плюсовой питание ма, соны табу керек. Міне қызылды мынаған жалғанады. Қызылды апарып болған тегізіп көреміз. Мынау уже нулевой. Жоқ ештеңе. Міне мынау плюсовой уже. 12-14 арасында көрсетеді. Көк плюсовой. Ал бұл жерде включательге кеткен сым нулевойдан алып қойған. Астында серый 2 шығып тұрған. Ол включательге олай жалғаған дұрыс емес негізі. Мынау нулевой. Енді ана 2-ні алып мынаған плюсовойға жалғаймыз. Өйткені біреуі розеткінікі ол. Сол розеткіден қазір барлығына розеткіден плюсовойдан тартылады бұлай. Міне мына жерде включательге кеткен питанияның барлығы плюсовойға жалғанып қалған. Көктерді көріп тұрсыздар ғой, төбеден келген. Осылардың барлығына серияға жалғау керек. Өйткені ол включательге бізге обязательно плюсовой барып тұру керек. Сонда сіз включательді өшірген кезде ана жақта лампочкадан бір жағдайлар болса, сол жақта жұмыс істей берсеңіз ешқандай тоқ ұрмайды. Бұлай жалғаған нәрсе уже қолыңыз ылғалы болмаса, аяғыңыз ылғалы болса тоқ ұру қаупі болады.
себепті қазір жоғарыдағы көк мына плюсовыйға жалғанып тұрғандарды прямой лампочкадан келіп тұрған тоқтар бұлар. Осыны серияға жалғаймыз. И мына жерде қазір 5 включатель ма? 5 включательдің сымын ажыратамындағына тек сол лампочкадан, диодтардан келіп тұрған проводаларға соларды жалғап шығам тек қана барлығын. Мен плюсовойды розеткаға көкке жалғаймын қазір мына серияда. Осы розетка арқылы, мына тоқтар арқылы бәріне питание осыдан барады плюсовой. Сол кезде ешқандай қауіпсіз өзінің орнымен жалғанады. Барлығы жұмыс істейтін болады сол кезде. Мен розетканың көк сымын плюсовыйға жалғап қойдым. Міне біреуі главный келіп тұрған автоматтан. Бұл қанша провода көп болғанмен бұл жерде екі-ақ провода бір-біріне қосылады. Осы плюсовой. Бұны изоленттеп аламыз, қалғанын бәрі включательге жалғанады. Міне екінші барлық лампочкалардан келіп тұрған сым. Соның серия барлығы нөлевойға жалғанады. Уже қалған екінші астынан келіп тұрған включательдерден келеді да, соған каждыйына жеке-жеке жалғанады қазір. Міне ағайындар 5 включатель жалғанып тұр. 1, 2, 3, 4, 5 жалғап қойдық. Так, розеткаде көкте. Міне құрметті ағайындар, мына жерде түсінбей қалған жағдай болса толық түсіндіріп жіберейін. Бәрі жалғанып болды. Так, мына жерде біз бұны жасап атқан себебіміз стенаның бәрі бізде бітіп қойған. Уже жұмыс бітіп қойған. Аның бәрін қайта жалғау үшін мына жердің бәрін ойып, дополнительный сым тастау керек болады, дополнительный стакан қою керек болады. Сол себепті біз 3 стакан тұр мына жерде. Сол 3 стаканға 5 включательді сыйғызып тұрмыз қазір. Мына жерде түсіндіре кетейін енді. Мынау распредті коробкадан жоғарыдағын осы жерге белгілеп қойдым. Міне главный нулевой келді, плюсовой келіп тұр. Розеткаға плюсовой кетті, минусовой кетті, мына розеткаға жұмыс істеп тұр. И мына плюсовойдан мынау шықты қазір міне. Ақ провода. Неизвестный абонент. Жоқ, өжеді көрсетіп қойған нәрсе провода мынау. Бұны желательно жағаға 2/4-тен берсеңіз де болады, 2/2,5 болады. Мынаның барлығына лампочкалар көрсетіп қойған. Лампочкадан нулевой келіп тұр. Нулевойы міне екінші провода. Нулевой мынаған жалғанып тұр, минус. Мына барлығын солай жалғанады. Барлығын прямо жалғанады. И екінші провода отдельно включательден түскен сым бар ғой. Включательге түскен сым. Осы лампочкаға прямойға жалғанады мына жерден. Бөлек отдельно 1, 2, 3, 4, 5 включатель. 5 жерге жалғанады. Енді мына жерде питание келді бізге, ақ питание. Осыны включательдің мына жерге двойной включатель қойып тұр қазір, 2 провода тек қана. 2 лампочка өткен. Міне мынаны қазір мынаған тигізсек, бұл жанады бұл. Міне ар жақта жанды қазір. Өшірдім. Енді екіншісіне тигізем. Міне екіншісіне тигіздім. Екінші лампочка жанды. Бұл екеуі отдельно осы стаканда қалады, главный. И үшіншісіне міне мына провода шығып тұр. Включательге жалғаған кезде мына екеуін қосып жалғап жіберу керек.
орайдың жеріне бұрап. И мына жаққа уже питание келеді уже астынан. Сонда бізде бірінші диод, екінші диод, үшінші диод. Үшеуі міне үш ключатель, үшеулік ключатель қойылады бұған. Ключательдің өзі бір жағында бір ғана жалғайтын жері болады, үсті жағында үшеу болады. Сол үшеуін жалғаймыз. Сонда біреуіне былай текізсек, ключательді басқан кезде бірінші ключатель. Уже бір диод жанады, бір лампочка. Мына бірінші. Одан екіншісіне қоссақ, екінші жанады. Қазір бізде анаяққа плафондар толық салынбаған, сол себепті көрсете алмай тұрмын. Уже үшіншісіне мынау жанады уже. Онда мына тоқ келіп тұрғаннан көрсете салайын. Міне мына екінші жанып тұр. Үшінші дәл солай жанады.